Сәлеметсіздер ма? Болашақ университетінің студенттері қоғамдық пәндер тарих және география кафедрасының ұйымдастыруымен философия пәні бойынша келесі дәрісімізді ұсынамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өнер философиясы. Дәрісіміздің негізгі мақсаты өнер философиясының қалыптасуы мен дамуының әмбебаптық заңдылықтарын айқындау, антикалық, эстетикалық ойлардың тарихына тоқталу, софистер, Сократ, Платон, Аристотель, араб, мұсылмандық эстетикасын, Омар Хайям, Әл-Фараби, Ибн Рушд, Ибн Араби Руми талдау. Классикалық эстетикалық негіздерді Кант, Гегель, Шеллингтердің еңбектеріне тоқталу. Негізгі түсініктер эстетика, этика, катарсис, пайдея, мәдениет, сезім, тәрбие, жақсылық, асқақтық, әдемдік, сұлулық. Осы түсініктермен танысатын боламыз. Дәріс бойынша негізгі жоспарымыз: бірінші, эстетика мен философиялық білім саласы ретінде; екінші, антикалық, эстетикалық ойлардың тарихы, софистер, Сократ, Платон, Аристотель; араб мұсылмандық эстетика, Омар Хайям, Әл-Фараби, Ибн Рушд, Ибн Араби Руми; христиандық ортағасырлықтың көркемдік эстетикалық әлемі, қайта өрлеу дәуірінің эстетикасы, жаңа заман эстетикасы және көркемдік практикасы; классикалық эстетиканың негіздері, 19-20 ғасырдағы классикалық емес эстетика, эстетикалық тәжірибе, адам өмірінің эстетикалық өлшемі, негізгі эстетикалық категориялар, сұлулық, ұсқынсыздық, трагикалық, комедиялық, асқақ, төмен, сұлулықтың құндылығы.